20-30 жылдан кейін бізді не күтіп тұр? Жаһандану жағдайында болашағымыз қандай болмақ? Келешек көзге қандай болып елестейді? Оның жарқында сенімді болуы жаңа буын өкілдерінің қолында. Бүгінгі бағдарламада Бақтияр Адамжан Мәскеудегі үлкен театр сахнасында Спартак рөлін сомдауда армандаймын. Бірақ бұл нәтиженің бәрі, мен жеткеннің бәрі бір ойбай, бір шыға алмайтын шың деп айта алмаймын. Әр адам жете алады. Біздің балет өнерінде жүрген қаншама жігіттер бар, олардың көбісі жете алады. Ол үшін тырысу керек, жұмыс істеу керек. Сондықтан менің жасап жүргенім бұл тек қана басы әлі. Бақтияр Адамжан Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының солисі. Көптеген халықаралық конкурстардың жүлдегері. 2017 жылы Мәскеуде балет әртістерінің арасында өткен халықаралық байқауда алтын медальға қол жеткізді. Бұл конкурс әлем бойынша ең жоғары деңгейдегі шаралардың бірі болып саналады. Мен Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек деген ауылда туып өстім. Әкем өрт сөндіру қызметінде жұмыс істеді. Анам менің математика сабағының мұғалімі. Менің ата-анам өнерде болмаса да өнерлі кісілер. Менің әкем гитарада ойнайды, ән салғанды жақсы көреді. Мамам да екеуі де өнер жағынан билегенде де мысалға іс-қимылдары бәрі бар. Балалық шағымның арманы. Балетпен өмірім қатысты болады деп, мысалға бір өнерде жүрем деп, сахнаға шығам, көпшіліктің алдында жүрем деген ой ешқашан болмаған менде. Мен өзім бір орында отырмайтын бала болатын негізі. Сондықтан мен балалық шағым кәдімгі барлық балалар сияқты асықты да ойнадық. Ешқандай артықшылығым, кемшілігім болмады басқа балалардан. 2003 жылы теледидардан Алматы хореография училищенің жарнамасы жүріп отырды. Соны көріп әкем сұрады. Бақтияр, осылай Алматыға оқуға түсесің ба? Биші боласың ба деді. Әрқашанда әкем мен ата-анама жоқ деп айтпаған, жоқ деп айтуға тәрбием бармады. Шыны керек. Біз өзіміз солай тәрбиеленгенбіз. Ложимся на пол. Ровненько ложимся на пол. Емтихандар тапсырдық училищеде. Орташа балмен өттім. Басында 1-2 жыл бойы енді түсінбедім, не істеп жүрмін. Бұл негізі сабақ па, не бұл өзі? Бізге қызығушылық тудыру үшін мұғалімдер түп тамырынан ақырын гимнастикадан бастадық. Сосын ритмика сабағы болды. Ритмика деген ол мысалға есту қабілетін қояды ғой. Мысалға бір темпке, мысалға осындай бір мәтін жүріп отырса, соған мысалға икемдену үшін оның бәрін үйренеміз. Раз, и, два, и, раз, не терем. Біз балет өнерінде күнде таңертесін келіп жаттығу. Оны бір адамға оңай берілді деп айта алмаймын, себебі бәріне қиын келеді ол. Біздің интернатымыз, мысалға жатақханамыз 4-ші қабатта болса, біз 4-ші қабатқа ай, ой деп бір-бірімізді сүйреп, бұл шығеттеріміз қатты ауырды. Да. Танго Батман, приготовились. Мен ғана осылай бой беріп, жеңіліп қалам ба деген ой болды мен өзімде. Сондықтан шыдау керек деп, басқалар шыдап жүргенде мен шыдай алмайын ба деген сұрақ қойдым да. Ақырын жасадық, жұмыс істедік, күнделікті қайталай бердік, мұғалімнің айтқанын істедік. Ең алғашқы мұғалім сол Абдулина Назира Сәрсенбайына деген кісі. Мен ол кісіні өте жақсы көремін, ол кісіге үлкен рахмет айтқым келеді. Екінші мұғалімім Бүркітбаев Ахменғали, ол кісі енді бір керемет жан. Өзі бір сөйлегені, қимылдағаны, жүргені, өзін таза ұстағанның бәрі бір кәдімгі ағылшындардың киносындағы жетілгендер сияқты. Бірақ бойында үлкен әзілі бар. Әзілмен қаталдығы жарасқан кісі деп айтсам болады. Сразу думайте, что нужно сделать наверху, да? И самое главное, куда надо приземлиться и как приземлиться. Вот это очень важно.
Біз бәріміз осылай жерге жайылып жүрген балапандар сияқты отырып, 15 мың гимнастика жасайтынбыз. Олар айтады, сендердің қисық аяқтарың түзеу керек дейтін. Қазақтардың ішінде мен сияқты түзеу аяқ көбінде бар емес деп айтатын. Өзінің аяғы түзу болатын, бірақ оқтай түзу болатын. Сондықтан сендердің аяқтарың түзету керек деп гимнастика жасайтынбыз. Училищеден кейін мен Алматыда 2 жыл жұмыс Абай театрындағы балет труппасында мен кардебалет саласында болдым. Кардебалеттік билердің біреуін де жібермедім деп айтсам болады. Кейіннен ақырын жұмыс істеп, мұғалімдер солистік партияларды бере бастады. 2013 жылы Астана опера театры ашылды дегеннен кейін мен де осы жас қала ғой, өзім де жаспын, Астана опера театрына барсам қалай болады деген сұрақтар туды. Мен Алматыдан жұмыстан шығып, өзімнің бір чемоданыммен осы жаққа міндетті түрде түсуім керек деген оймен келдім. Ең бірінші рет кірген кезде мен бұл театрға аузым ашылып, таңданып қалдым. Фойесінің өзі, мысалы, кіргенде адасып қалдым басында. Қайдан кіріп, қайдан шығып жатқанымызды ұқпаймыз. Соң ойладым, не деген дәу театр мынау деп. Қандай күшті деп. Адамдардың энергетикасы қалмаған, сондықтан мен ойладым, жаңа театр жақсы болады. Қатты қуандым осында келгеніме. Мен осы жаңа театрмен бірге өсемін деген оймен келдім. Басында кардебалетке қойды, бойымда осындай бір талпыныс болды. Шабыт болды, бүткіл барлық күшімді салып, бейді басынан аяғына дейін қатты тырысып келедім. Сонда Ғалия Исмаиловна мұғаліміміз біздің осы театрдағы айтты, Бақтияр, тоқта, сен осылай кардебалеттің қатарына шығып кетіп отырсың. Сен сияқты барлығының күші жетпейді жасауға, сондықтан кешір, сені алып тастаймын кардебалеттен, сен Бенволияны үйрен деді маған. Ол Ромео и Джульетта балетіндегі роль. Бенволияның репетициясына барып, ол жерде қатты дайындалып жүрдім. Басында мен білмедім. Тағы да 2 Бенволия болды біздің құрамымызда. Олар толықтай спектакль жаттап алған, мен әлі білмеймін. Солар қарап жаттап жүрдім. Мен жастай болсам да, мен бірінші премьераға шықтым ғой деген, менде одан арман бір қанаттанып, бір аспанға ұшып жүргендей болдым. Шығып билегеннен кейін қоюшының Шарли Жуттың жақсы ыстық лебіздерін естідім. Бір алғашқы батасы болды деп ойлаймын осы театрда. Осылай молодец, жарайсың, жақсы жұмыс істедің. Ең бірінші кейіпкерім Бенволия. Әлі күнге дейін жылы маған негізі бұл роль. Мен белгілі бір спектакльге дайындалғанда, мысалы, кейіпкерді алсам, оны автор жазғандай қайталауға тырыспаймын. Көбінесе соның өмірінде болған жағдайды өзіме аударам. Соның өмірінде болған жағдайларды өзіме алып келуге тырысам, сосын өзіме сұрақ қоямын. Мен қалай жасаушы едім бұндай жағдайда деп. Мысалға, белгілі бір жағдайдың ішіне билейді, олар оқиға жүріп отырады. Сол оқиға егер менің басыма келсе, мен қайтер едім, қалай істер едім. Спартак балет өнерінің классикалық тұрғыдан шыңы, әрине. Бұл жерде әдемі музыкасы да бар, қарқынды дамиды, балетте бастан аяғына дейін. Сондықтан бұны әр әртіс билегісі келеді. Бұны бірақ әр әртіс билей алмайды. Егер Григоровичтің хореографиясын алсақ, Қазақстанда мен ең алғашқы Спартакпын. Соның хореографиясына билеген, сол осы Спартак. Осыны мен 21 жасында билегенім қызық болды. Сондықтан сондай үлкен тұлғаны сомдау мен үшін кішкене бұлай шикілік болды. Мен өзім сезіндім. Ол өзімізде болғандықтан, бірақ жалғыз өзі қалғанда монологтар бар мысалға. Өзімен өзі қалады монологтар бар. Сөзі қиналады мысалға. Уайымдайды. Өзінің фригиясын қалай босатсам деген көптеген сұрақтар мысалға. Ол мүмкін ол жерде жылап алам екен, жалғыз өзі қалғанда не істейді. Соның бәрі маған кішкене қиындау болды. Бірақ та енді бұлай ержүректігін, мысалға, көзқарасын бәрін жасадық қой, оның бәрін біздің ата-бабамызға тәнті ғой. Біздің ата-бабамыз мысалға 15 жасында қолдарына найзасын алып, мысалға жауға шапқан, 40 жасында мысалға қамал алып, 30-ында орда қозған жігіттер болғандықтан, ол біздің қанымызда бар. Сондықтан маған оның рухани, мысалы, рухани күш-қуат жағынан беру оңай болды.
2016 жыл мен 2017 жылдары мен 5 байқауға қатыстым. Осы театрдың жіберуімен өзім сынағым келді. Қазір қандай деңгейдемін, сондықтан халықаралық жарыстарға баруға бел буып, өзім сынап көргім келді. Ең алғашқы 2016 жылы барған жарысым ол Стамбулда өткен халықаралық балет артистер конкурсы. Ол жерге мен 5 вариация дайындап бардым. Ол дайындықтың өзі бір қызық болды. Мен бір аптаның ішінде дайындалып бардым, себебі өзімізде ең бірінші өмірімдегі бас жүлдені алдым. Маған осы байқаулардың ішіндегі ең қиыны ол Мәскеу байқауы болды. Мен тура билейтін күнге түстім. Мен үшін жеребьевка тартыпты. Мен бірінші күні билетінге түсіп қалдым. Сондықтан келдім, таспамды тапсырып, музыкамды бәрін тапсырып, тез-тез осындай кезде өлең қосасыңдар, осындай кезде өшіресіңдер деп гримеркаға барып, айнаның алдында стол бар, осындай ғана. Соған жатып бір 2 сағат ұйықтап алдым. Менде қорқыныш болмады, мен шыға салып биледім. Дегеннен билегендіктен бәрі ойдағыдай өтті. Сахнамен амандасу керек. Амандасып, көмегін сұрадым. Мүмкін сол жағынан көмектесін екен. Маған өте ыңғайлы болды, жеңіл болып билеу. Екінші турда өзімнің туған күніме биледім. Корсар балетімен, Байдерка балетінен үзінділер биледім. Мені және дағына Япониядағы дос боламды, Акава Коя деген. Екемізді ғана бисқа шақырды. Бақыланышта отырып, не деген керемет, мен 2 рет шақырды ғой бұндай. Көбісінде бола бермейді ғой деп бір қуанып қалдым. Үшінші түрде мен артист ретінде билеп шықтым. Маған да жеңіл болды, мысалы бір қорқыныш, үрейдің бәрі қашып кетті. Бақтияр Адамжан золотая медаль деп бізге айтқан кезде қуандым, күле бергім келді, білмеймін. Бұл медаль негізі Олимпиада медалінен кем емес біз үшін. Бұл өткені бұл жарыс 4 жылда бірі жүреді. Қазақтың атынан бірінші рет шығып, бірінші орын алып отырмын. Ресей Федерациясының президенті Владимир Владимирович Путин бұл байқауға гала концертін көруге. Поклон жасап жатқан кезде сол кісінің көзін ұстауға тырыстым. Енді қарап едім, ол кісі күліп, қолын шапалақтап отырды. Мен негізі болашақта бағанағы Спартак рөлін Большой театрда сомдағым келеді. Спартактың алғашқы түпкі нұсқасында сол Мәскеудегі Большой театрда шыққан ғой. Владимир Васильев, Марий Слепа, солардың бәрін мысалға ең алғашқы Крас пен Спартактар. Соны мен көрсеткім бар. Біздің Қазақстанда да деңгейі төмен емес. Көздерін жеткізгім келеді, көрсеткім келеді. Сондай ой бар менде, осы Большой театрда Спартак рөлін сомдасам деген. Себебі Юрий Николаевич Григорович батасын бергендей болды. Ты один из самых лучших Спартаков, который я оставил в жизни деп айтты енді ол кісі. Мен оны мысалға мен осындаймын деп айтып тұрған жоқпын, бірақ сонда да дәлелдегім келеді. Мен ойлаймын, әлі алдыда мен көп күш қуатым салам, себебі менде әлі көптеген шабыт бар, талпыныс бар. Осы Астана опера театрын бүкіл әлемге паш еткім келеді. Қазақтарда осындай артист бар екен ғой, қазақ балеті осындай деңгейде билейді екен ғой деген әңгіме туса, осы біздің балетіміздің айналасында. Сол үшін жұмыс істеу керек енді. Қазақ балетін таныту керек. Сондай мақсаттарым бар.
Бақтияр Адамжан қатысқан қойылымдардың барлығы әрдайым жоғары деңгейде өтеді. Астана опера театрына арнайы келіп, көпшіліктің көзайымына айналған әртістің биін тамашалайтын жандардың қатары күн санап артуда. Жас та болса, балет өнеріне қосып жүрген орасан үлесі үшін Бақтияр еліміздегі 100 жаңа есім жобасының тізіміне енген.